Сәлем балалар, бүгін біз 44-ші сабақ сөйлем тақырыбын өтетін боламыз. Ал балалар, сөйлем дегеніміз не? Есімізге түсірейікші. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, балалар мектепке келді. Жарайсыңдар балалар, есімізге түсіріп болсақ, бүгін біз сөйлем наубайхана тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді тыңда. Наубайхана. Наубайхана деген бар. Бұл үй қала шетінде. Күндіз-түні тынбайды. Білесің бе мұндайды? Пісіп ылғи ыбыстық, тәтті тоқаш, нан түрлі. Таңертеңнен жөнелер дүкендерге әртүрлі. Зор еңбекпен келетін, таппай дихан бір тыным. Өмірге нәр беретін, қадірле нанды бір тілім. Авторы Аян Нысаналин. Тілім дегеніміз ол жұқалап кесілген деген мағынаны білдіреді. Өлең неліктен наубайхана деп аталған? Өлең наубайханада нан пісіретіндігін және де дүкендерге нанды наубайханадан апаратындығы туралы сендерге түсіндірген. Нан дастарханға қалай келеді? Балалар, есімізге түсірейікші, алдыңғы сабақта нанның дастарханға қалай келетіндігі туралы айтқан едік. Нан бізге еңбекпен келеді, оған наубайшы, диірменші, сатушы барлығының еңбегімен келеді балалар. Үлкендерден нанды қалай пісіретіндігін біліп ал дейді балалар. Нанды ұннан жасайды. Ұннан түрлі дәмді тағамдарды, тоқаштарды пісіреді балалар. Те, үтір, леп белгісі, сұрақ белгісі, сызықша, бұлар тыныс белгілерге жатады. Балалар, енді барлығымыз екінші жаттығуға қарайықшы. Екінші жаттығуда сөйлемдерді көшіріп жаз делген. Дастархан көркі нан, наннан үлкен аш жоқ. Яғни бұл жерде неше сөйлем тұр? Екі сөйлеме балалар, көркем етіп дәптерімізге көшіріп жазып алайық. Балалар, есімізден шығармайық. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Жарайсыңдар балалар. Олай болса үшінші жаттығуға қарайық. Сурет бойынша көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып оқы. Кім нан пісіреді балалар? Дұрыс айтасыңдар. Наубайшы нан пісіреді. Нанды неден пісіреді? Нанды ұннан пісіреді. Не қандай дәмді? Нан қандай дәмді? Бала, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Менің сабағым ұнаған болса, каналға жазып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.